Менде разбор жасап, чистка жасап, проработка жасағаннан кейін трансформация жүреді ғой. Сонда мына түп санада тұрған программалармен жұмыс жасаймыз біз. Сонда минус программалардың бәрін плюсқа айналдырамыз. Сол себептен мына әсіресе чисткадан кейін адамды ауыртады. Егерде мына жерде үлкен минусовой анандай программалар тұрса, адамды алдыға қарай жылжытпайтын, мақсатқа жібермейтін, я болмаса денсаулық жағынан проблемалар создавать етіп тұрған, осындай бір үлкен бір проработка жасаған не болса, негатив бар болса, трансформация жүргеннен кейін адамды ол қатты ауыртады. Маған клиенттер көп осындай сұрақтар қойып жатыр да. Мен ауырып жатыр, мен агрессиям көбейіп жатыр, мен көп ашуланып қоямын, біреумен ұрысып қоямын деп. Әсіресе менде чисткадан кейін ұрысуға болмайды. Ана бойыңда тұрған энергетиканы сыртқа шашуға болмайды. Яғни чисткадан кейін бірінші тазалап, оны аяғында таза энергиямен жұмыс жасаймын ғой. Сол кезде анау внутренний ішінде борьба болады адамның ішінде. Минустар мен плюстар бір-бірімен борьба болғаннан кейін адамның мына бойында тұрған агрессиясын көтереді. Ал агрессия мына ашуландырады ғой біріншіде адамнан. Сол кезде өз-өзіңді ұстау керек. Бұның барлығы проработканың есесінен болады. Сондықтан да ол обязательно болады. Агрессия мына бұрынғы дүниедегі, өмірдегі нәрселерді көтеріп, еске түсіріп, сондайлар да болады. Оның барлығы не себептен көтеріледі? Өйткені оның бәрі сыртқа шығу керек қой. Сонда мына проработкадан кейін ол адамның денесінен шығып, минусовой программалар азайтады. Сол кезде внутренняя борьба деген сол. Сол себептен мына проработкаға келген кезде осындайға дайын болу керек. Трансформация жүрді ма, обязательно оның результаты болады. Егерде кейбіреулерде болады, мысалы, аса білінбейтін тұратын. Өйткені оны значит, осы жерде үлкен агрессияны көтеретін негатив жоқ деген сөз ол. Ал үлкен агрессияны көтеретін негатив болма, обязательно осындай нәрсе болады. Сондықтан бәріне дайын болу керек. Біріншіден жауапкершілік алу керек. Мен осы үлкен позиция, ересек позицияға көшем, өз-өзімен жұмыс жасаймын, мақсатыма жетем, менің мынандай мақсатым бар, сонымен күресем, тазалайым, проработкадан өтем, трансформациядан өтем дегендеріңіз барлығына дайын болыңыздар, зато результат міндетті түрде болады.